Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде ана тілі сабағы. Ана тілі сабағына қош келдіңдер. Балалар, сабақты бастамас бұрын бір-бірімізге жүректен жүрекке әлісі арқылы жақсы жылы лебізімізді білдірейік. Бүгінгі күнде сендерге тек қана сәттілік тілеймін. Сабақтарымыз сәтті болсын. Жарайсыздар балалар, ал енді сабағымызды бастамас бұрын өткен сабаққа кері байланыс жүргізейік. Өткен сабақты біз орамал тастамақ әдісі арқылы кәне есімізге түсірейік. Мен сендерге сұрақ қоямын, ал сендер менің сұрағыма жауап бере қойыңдар. Қане, дайынбыз ба? Олай болса бастайық. Балалар, дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз не? Тасымал дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз не? Сөйлемнің қандай түрлері болады? Ал біз қандай үлкен тараумен жұмыс жасап жатырмыз? Оны дегенімізді есімізге түсірейікші. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер менің сұрағыма толық жауап бердіңдер деген ойда. Тамаша. Олай болса балалар, тұсаукесер миға шабуыл әдісі арқылы мен сендерге мынандай бір сұрақ қойғым келіп тұр. Алдарында үлкен әдемі сандықша. Сол сандықшаның үстінде не тұр балалар? Әрине, асықтыр. Тамаша. Асық деген не? Есімізге түсірейікші. Жарайсыңдар балалар. Ұлттық ойынның бірі. Асықпен тек қана ұл балалар ғана ойнайды ма? Жоқ, қыз балалар да ойнайды екен. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Ал енді осы сандықшаның ішін ашсақ, бір сурет шығады. Сол сурет қандай сурет екен жасырып отырған? Кәне ойлап табайықшы. Сол суретті ашатын болсақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығады. Кәне қандай сурет жасырып отыр? Ойланып көрелікші. Сендерге кішкене оңай болу үшін айтып қояйын. Бұл үй жануарының төлі. Оны мен сендердің мамаларың еркелетіп айтуы мүмкін. Қандай төл, қандай жануар деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар. Тамаша. Жылқы малының төлі құлын. Жарайсыңдар. Қандай тамаша. Өте жақсы балалар. Байқаңдаршы, қандай сүйкімді құлын. Солай емес пе? Балалар, кім біледі? Құлынды қалай шақырады? Жылқы малын қалай шақырамыз? Құлынды қалай шақырамыз? Естігендерің бар ма? Егер де балапанды шип-шип-шип деп шақырсақ, сиырларды әукім-әукім деп шақырсақ, жылқы малын қалай деп шақырамыз? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Құрау деп шақырамыз. Балалар, жылқы малы төрт түліктің бірі. Жылқы иесі қамбар атақ. Қазақ халқында жылқыны құрметтеп, қасиеттеп, жоғары бағалаған. Жылқы туралы аңыздар, әңгімелер өте көп. Өлеңдер де бар, ертегілер де көп балалар. Жылқы баласы сүйкімді әрі жүйрік болып келеді. Жылқы жасына қарай құлын, тай, құнан, дөнен, айғыр деп аталады. Жылқы сымбатты жануар. Мінсең көлік, биенің сүтінен қымыз жасайды. Ал қымыз денсаулыққа пайдалы. Мамаларың да сендерді еркелетіп, құлыным деп айтады, солай емес пе?
Өте жақсы балалар. Жарайсыңдар. Олай болса бүгін біз балалар осы біздің қылымға арналған өлеңіміз бар екен. Сол өлеңмен танысатын боламыз. Олай болса бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар өлеңді мәнерлеп оқимыз. Өлеңді оқи отырып не туралы айтылғанын анықтайтын боламыз. Сонан соң балалар өлеңде тасымалданбайтын сөздер кездесе ме екен? Соны ажыратып білетін боламыз. Сабақтың мақсаты түсінікті ме? Олай болса балалар, ең алдымен өлеңді жазған автормен танысайық. Өлеңді Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет жазған екен. Ол кісі қазақтың ақыны, журналист. 1954 жылы 29 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы үлкен Қаратал ауылында дүниеге келген екен. Ол кісінің кесілген ағаш, жаңбыр, ауыл мен қала, бағдаршам, шықпақ, қауық деген өлеңдері бар екен. Ол өлеңдермен сендер орта буынға көшкен соң, жоғарғы сыныпқа барған соң толық танысатын боласыңдар. Ал бүгінше біз Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулеттің «Қырау-қырау құлыным» атты өлеңімен танысамыз. Ал енді болса балалар, оқулығымызды ашып, өлеңді оқиық. Тыңдаймыз ба? Жақсы балалар. Олай болса, тыңдайық. Өзіміз көзімізбен жүгіртіп оқып отырамыз. Балалар оқи отырып, өлең не туралы айтылғанын жақсылап тыңдай отырыңдар. Сонан соң балалар, осы өлеңнің ішінен сендер кездестірмеген бір қиын сөз бар ма екен? Оны да қадағалай отырыңдар. Сонымен қоса, осы өлеңнің ішінде тасымалдауға болмайтын бір буынды сөздер бар ма екен? Оны да ойлай отырыңдар. Жақсы ма? Олай болса, бастайық. Қырау-қырау құлыным. Қырау-қырау құлыным, құрағыма түсе ғой. Тазасын жеп сұлының, мөлдір судан іше ғой. Сен боларсың қазанат, мен болармын азамат. Қырау-қырау құлыным, желбіресің тұлымың. Сонымен балалар, өлең не туралы? Жарайсыңдар, құлын жайында. Құлынды қалай деп шақырады екен? Қырау-қырау деп шақырады екен. Өте жақсы. Тағы да не байқадыңдар? Жылқы малы не жейді екен? Өте жақсы. Сұлы жейді екен. Сұлының тазасын жейді екен. Сонымен қоса, байқадыңдар ма? Мөлдір судан ішеді екен. Балалар, жылқы малы өте таза суды ғана ішеді. Әжелерінен сұрап көріңдерші. Жылқы малына жаман лай ыдыстан су берсең, оны ішпейді. Жылқы малы тек қана таза судан және таза ыдыстан ғана ішеді. Балалар, ал енді осы өлеңнің ішінен сендерге таныс емес сөз кездесті ме? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Қазанат деген сөз кездескен екен. Тамаша. Бұл сөз балалар ешкімге таныс емес, солай емес пе? Ал қазанат деген сөз балалар ұзақ жолға шыдақты, ірі, ат деген мағынасын білдіреді. Өте жақсы. Тамаша. Балалар, ал енді осы өлеңнің ішінен бір буынды тасымалданбайтын сөздер бар ма екен? Кәне ойланып көрейік, іздеп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Таптыңдар деген ойдамын. Өте жақсы. Ал енді балалар, келесі демалып алайық.
Шаршадық па? Кәне көзімізді ашайық, жұмайық, ашайық, жұмайық, ашайық, жұмайық. Көзімізді оңға солға бұрып, біраз демалтып алайық. Басымызды оңға солға қозғалтып, демалтып алайық. Тамаша. Шаршағанымызды бастық па? Өте жақсы. Олай болса, әрі қарай жұмыс жасайық. Балалар, экранға назар аударыңдаршы. Біздің жылқыларымыз өздерінің төлдерімен жайлауда жайылып жүр. Жазғы кездерде жылқыларымыз жайлауда жайылады екен. Ал енді балалар, осы жайлауда деген сөзді тасымалдап көрейікші. Алдымен буынға бөліп алайық. Неше буын бар екен? Жайлауда. Өте жақсы. 3 буын бар екен. Ал енді осы сөзді тасымалдап көрейік. Қане? Жайлауда. Жарайсыңдар. Келесі қалай тасымалдауға болады тағы да? Жайлауда. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Өте жақсы. Балалар, ал енді ойланып бөлсейік. Қане, экранға жақсылап тұрып назар аударып қарайық. Сөздерді алдымен оқып шығайық. Сонан соң балалар, тасымалданбайтын сөздер бар ма екен? Қане, атап көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Бар екен. Ол ат. Сонан сүт. Сонан соң шөп. Сонан соң су. Жарайсыңдар балалар. Тағы да ақ деген сөз бар екен. Өте жақсы. Тамаша. Балалар, енді осы жазылған сөздерді, яғни асты сызылған, тасымалдайтын сөздерді дәптерімізге көркем, әдемі етіп жазып шығайық. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер бұл сөздердің барлығын көркем, әдемі жазып шықтыңдар деген ойдамын. Тамаша. Балалар, ал енді әрі қарай жұмыс жасайық. Дәптерлерімізге қазір суреттер бойынша жұмыс жасаймыз. Мына суреттегі берілген атауларын білесіңдер ме? Ал көргендерің бар. Мен қазір суреттегі берілген суреттерді атай отырып, ал сендер сол сөздерді дәптерлеріңе жазып отырыңдар. Келістік пе? Жақсы. Балалар, мына суретте күбі бейнеленген. Күбі дегенді естігендерің бар ма? Күбіге балалар, әжелеріміз қымыз піскен. Алдымен күбіні жақсылап қаймақ жағып, онан кейін оны ыстап, оған биенің сүтін құйып піскен екен. Содан қымыз алған. Кәне дәптерімізге күбі деп жазып көрейік. Әдемілеп, көркем етіп жазамыз. Күбі. Күбі. Жаздық па? Жарайсыңдар. Тамаша. Келесі суретке назар аударып қарайық. Суретте балалар оң жағымызда тұрғаны жоғары жақта таға тұр, төменгі жағымызда тостаған тұр. Ал сол жағымызда балалар, ол торсық деп аталады. Балалар, көргендеріңіз бар ма? Мүмкін естіген боларсыздар. Торсық бұл сусынға арналған ыдыс. Ерте кезде бізде сүтті, қымызды, айранды осы торсыққа құйып алған екен. Торсықты теріден жасаған. Ал мынау таға. Тағаны жылқының тұяғына таққан екен. Ал тостағанмен сусын ішкен, айран, қымыз, сүт ішкен балалар. Ал енді дәптерге жақсылап көркем етіп атауларды жазып қояйық. Әне, торсық. Торсық. Келесі сөз таға.
Келесі сөз тостаған. 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 Жаздық па? Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Ал енді балалар, осы жазған сөздерімізді өздеріміз тасмалдап жазып көрейік. Кәне, іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер дұрыс тасмалдап жаздыңдар деген ойдамын. Тамаша. Балалар, ал енді келесі біздің ойынымыз дұрыс сәйкестендіру. Ал енді бәріміз экранға назар аударып қарайық. Кәне жылдам айта қояйық. 4 түлік малдың төлін атай қояйық. Кәне, кім қалай сәйкестендіреді екен? Кәне, түйенің төлін не деп айтамыз? Өте жақсы, дұрыс айтасыңдар. Бота дейміз. Жылқының төлін не деп айттық? Құлын дейміз. Жарайсыңдар, тамаша. Сиырдың төлін не дейміз? Бұзау дейміз. Тамаша. Қойдың төлін дейміз. Жарайсыңдар балалар. Қане, бір-бірімізді бағалай қояйық. Өте жақсы. Тамаша. Менің ойымша сендер барлықтарыңда дұрыс бүгінгі сабақты жақсы түсіндіңдер деген ойдамын. Жарайсыңдар. Ал енді олай болса бүгінгі сабағымызды бағалап жіберейік. Қане балалар? Сонымен сабағымызға кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Қызықты болды ма? Жарайсыңдар. Менің ойымша сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болған сияқты. Олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта өткен қырау-қырау құлын деген өлеңді үйде балалар жаттап алыңдар. Аналарыңмен, әкелеріңе, әпкелеріңе, әжелеріңе жатқа айтып бере қойыңдар. Жақсы ма? Олай болса бүгінгі сабақтың аяқталды. Сау, сәлемат болыңдар.